Қыздар, сабағымыздың ең негізгі маңызды бөлігіне келдік. Суды қалай дұрыс ішеміз? Қайырлы таң, қыздар, кофедан емес, қайырлы таң дұрыс ішілген судан басталады. Ендеше, келесі сөйлемге аса мән беріңіздер. Таңғы асқа дейін 20-30 минут бұрын отырып, бисмиллахпен ұрттап 1-2 стакан жылы су ішу керек. Осыларды біз қазір сіздермен талдаймыз. Неге су және неге 1-2 стакан ішілу керек? Ұйқы кезіндегі сусызданудың орнын толтырады. Су тұз алмасуын реттейді. Ішек перистальтикасын жақсартады. Ағзамыздағы барлық сұйықтықтардың ағысын жылдамдатады. Яғни лимфа жүйесін активтейді және де қан арқылы оттегінің тіндерге жеткізілуі жылдамдайды. Және де қыздар, маңыздысы, ағзамыз күні бойына қажет энергиясын алады. Неге асқа дейін 20-30 минут бұрын? Себебі қыздар, жоғарыда айтылған процестерге сонша уақыт қажет. Демек, сіз су ішкеннен кейін бірден таңғы асқа кірісетін болсаңыз, сол үрдістерді тоқтатып тастайсыз. Неге суды отырып ішу керек? Суды отырып ішкенде ол асқазанды шайып, ондағы зиянды заттарды шығарады. Қуықта су кідірмейді. Тұрып ішкен кезде бүйрек суды фильтрлеп үлгермейді екенде, ол қуыққа жинап қалады. Барлық ағзамыз демалады. Себебі демалысқа жауап беретін парасимпатикалық жүйке жүйесі суды отырып ішкен кезде ғана белсенеді. Және ең бастысы, суды отырып ішкен кезде ғана шөл қанады. Дінге кезек, суды неге бисмиллахпен ішеміз? Пайғамбарымыз саллаллаху суды отырып, ұрттап ішіңдер, үрлемеңдер деп, оның пайдасын білген үшін айтып кеткен. Ал медицина оның түсіндірмесін беріп жатыр. Сонымен, суды неге бисмиллахпен ішеміз? Мынандай хадис бар. Асты бисмиллахпен бастаған және альхамдулиллахпен аяқтаған адамның күнәлары сол дастарханнан тұрмай жатып кешіріледі. Бисмиллах суға әсер етіп жағымды энергия береді екен. Сол энергиямен су барған бүкіл процестер жеңіл өтеді. Осы тұрғыда қыздар, жапон зерттеушісі Масаро Эмото жайлы айтайық. Ол суға айтылған немесе сыртына жазылған сөздердің мәніне қарай судың өзгеретінін байқаған. Оның айтуы бойынша, су адамның ойын, эмоциясын және сырттан келген кез келген информацияны, өлең, дұғаны сақтай алады, сіңіре алады және де тарата алады екен. Сөйтіп, періште, махаббат, алғыс сияқты жақсы сөздер жазылған бутылканың ішіндегі су 6 қырлы кристалдарға ие болған екен, кластерларға. Ал жаман сөздер жазылған және де хаостық өлеңдер қойылған судың кристалдары қараңгүр сипаттас болған екен. Осы зерттеу нәтижесін негізге ала отырып, Айдын Салих деген жазушы дәрігер өзінің «Истинное врачевание» кітабында былай деп айтады. Жақсы сөз, дұға, жағымды өлең ағзадағы сырқаттарға шипа болады екен. Ал керісінше, дөрекі жаман сөздер, қатты өлеңдер ағзада сырқат тудырады. Суды неге ұрттап, аз-аздан ішу керек? Пайғамбарымыз саллаллаху суды 3 ұрттап ішетін болған. Оны шөл қанады, әрі денсаулық үшін пайдалы деп түсіндірген екен. Ал медициналық тұрғыдан түсіндіретін болса, ол асқазанның құрылысына байланысты. Егер де біз суды бірден үлкен көлемде ішетін болса, ол жылдамдықпен асқазанның қуысына қарай үлкен асқазанның үлкен иірімдеріне қарай барады. Соның шетімен ағып, асқазанның астында кідіріп қалады екен. Тек біраздан кейін ғана шектерге кетеді. Ал суды аз-аздан ұрттап ішсек, ол жайлап, өңештің бойымен асқазанның кіші иіріміне түседі. Кіші иірімнен кейін, ар жаққа 12 шекке, 12 шектен кейін су сіңетін жіңішке шекке барады. Сөйтіп, біздің ағзамыз суға деген қажеттілігін өтейді. Неге жылы су?
Қыздар, 12 келшек өзіне тек жылы суды қабылдайды екен. Егер асқазанға мұздай су келетін болса, 12 келшек өзінің сфинктерін қысып алып, сол су жылымайынша оны өткізбейді. Ол біздің алтын уақытымыз. Және сол суды жылыту үшін қосымша энергия жұмсалады. Асқазан тамырлары тарылып, сұйықтықтың сіңірілуі бәсеңдейді. Суды қалай ішу керек екенін білеміз енді қыздар. Келесі сұрақ: қанша су ішеміз? Күні бойы ішілуі керек су көлемі қыздар мына формула бойынша есептелінеді. Яғни 1 килограммға 30 мл есеппен. Және айтылатын жайт, бұл нормадан көбейтіп ішетін жағдайлар болады. Ол жаттығу, спорт, ыстық ауа райында, жүктілік кезінде, бала емізгенде, сырқаттанғанда, саунадан шыққанда және де шай, кофе ішкенде. Енді қыздар, ішілетін су көлемі және де уақыты жайлы сөйлесейік. Біздің ағзамыз негізі 10 минутта тек 120 мл суды сіңіре алады екен. Сол үшін 1-2 стакан ішу ол бос әурешілік. Бәрін туалетке жібересіз. Тек таңғы уақытта ғана 250-500 мл су іше аламыз. Ал қалған уақытта күні бойы жұтыммен арасына минуттар салып ішілу керек. Мен өзім қыздар әуелі 120 мл суды 20 минут сайын ішіп бастадым, бірақ кіші дәретке көп жүгірдім. Қазіргі кезде мен 25 минут сайын 80 мл су ішемін. Ол 6 жұтым су. Осы көлем мен осы уақыт қыздар мен үшін идеалды. Мен күні бойы өзімнің нормама жете аламын. Енді сіздер де өздеріңіз индивидуалды өз уақыттарыңыз бен су көлемін белгілеп алу керексіздер. Су және тамақ қатынасы жайлы сөйлесейік қыздар. Суды ас ішпестен 20-30 минут бұрын және астан кейін минимум 30, максимум 1,5-2 сағаттан соң ішкен дұрыс екен. Дейін ішілуі ол ас қорытуды жақсартады дедік. Ал кейінгі кідірісінің себебі асқазан сөлінің өзі 95% судан тұрады. Тамақтану барысында біз қосымша су ішетін болсақ, ол сөлді сұйылтып, ас қорытуға кедергісін келтіреді екен. Екінші себебі асқазанды созып жібереді. Бірақ қыздар, құрғақ тамақ болса, қатты ішу десеңіз, аз жұтыммен су ішу керек. Маңызды мәселе қыздар, біз судың негізгі 4-3 бөлігін түскі сағат 4-ке дейін, ал қалған бөлігін жатардан 1-2 сағат бұрын ішіп болуымыз керек. Себебі ағза демалып ұйқыға дайындалады. Жалпы қыздар, Алла біздің ағзамызға идеалды заңдылықтар, механизмдер салып қойған. Оны құртып отырған өзіміз. Мәселен, ұйқыға жататын ең идеалды уақыт ол сағат 10. Яғни ішілетін соңғы судың көлемі сағат 8-ге немесе 9-ға келеді. Ал егер түнде су ішсек, ол демалып жатқан мүшелерге жүктеме болады. Және де сол суды қорыту үшін артық энергия жұмсалынады. Нәтижесінде таңертең ісінулер пайда болады, және де түнімен жұмыс істеп мүшелердің демалмағандығынан ең жаман ұйқы сапасы бұзылады. Ал ұйқы нашар кезде ресурста жүру қиын. Сондықтан қыздар, мүшелердің демалуына жағдай жасайық. Егер де денсаулығымыздың мықты болғанын қаласақ, және де алға қойған мақсаттарымызға жеңіл әрі сүрінбей жеткіміз келсе, екі шартты орындау керек. Ерте тұру, ерте жату.